аудармашының аударған мәтіні бар, менің түзейтін мәтінім бар. Соны ақылдасамыз. Біз енді Иван Дричтің былтыр роман шығардық, Дрина көпір деген. Оны Таласбек марқұм аударған кезінде. Сол тақырыбы Дринадағы көпір деп келді. Осында Дрина қалай орысшаға. Сол мен енді редактор ретінде мен соған онша келіспедім. Енді ол кісі марқұм болып кетті. Жаңағы жеңгеміз бар, сол кісімен ақылдасып. Бұл енді Калка секілді болып тұр. Қазақта мәселен жаңағы ертістегі көпір демейді, ертістің көпір дейді. Ленин көпір демейді, Іледегі көпір демейді, Ленин көпір дейді. Енді ілгісептігін жасырын түрі қазақтың сөз қолданысы заңдылығы бойынша деп солай келісіп ол кісінің рұқсатын алдық. Сол секілді аудармашылармен солай тығыз жұмыс жасаймыз. Мәтіндердегі тақырыптардағы нәрселерді ақылдасып отырып, қазақ тілінің заңдылықтарына, сөз сөйлеу мәнері болады ғой айлықтың өзі. Соған бейімдеп аудармашымен тікелей солай жұмыс жасаймыз. Шоколаданы білесің ғой, міне бізде орысша шыққан бірінші міне. Бұны Бұлан деген жігіт аударды, бұрын бізде істеген қазақшаға. Енді осыны біздегі Аблай деген редактор өзі жаңа дизайн жасайтын жігіт бар. Сол оқымақтар деп. Қандай қарасаң енді мектеп оқушыларына арналған кітап қой. 8-ші сынып дейді. Қарасаңыз тентектігі бар балалар мектепте. Анау бар, мынау бар. Бір қарасаң оқиды. Бір қарасаң жаңағындай тентектік бар. Соның арасынан күшті сондай алып шықты. Оқырмандарға да ұнады. Енді бұны аудармашы несін жасайды? Баспа-бас аудармасын жасайды. Ал енді мен бір жағы жазушы болғанмен бір өлең жазғам. Осыны мағынасы сақтап мындай келтіремін. Айналышып шексіз шеңбер жүйесін, сұңқар құсы естімейді иесін. Бәрі дырайды, бәрі күйреп тынады, әлемді алып анархия тұманы. Қазақы оралымға келтіресің былайша айтқанда. Ал аудармашы сосын көрсетесің. Сіздің мағыналық аудармаңызды, мәтініңізді мен осылай сіздің өлеңі осылай келтірдім, қалай десе, ол келісілмеген. Осыған енді ол аудармашы Динара Мәзен деген қарындасымыз аударды ағылшын тілінен. Бірден келісімді. Ешқандай өзгеріс мазмұнына, байланыс мағынасына ешқандай өзгеріс жоқ, өте жақсы құйылып түсіп кетті.